Ассаламу алейкум, халқым. Және бір информация бермекші едім сіздерге. Адам денесіндегі әрқилы патологик процесслар, кеселіктер, қандағы өзгерістерден, адамлардағы денесіндегі жиналып қалған, қандағы жиналып қалған патасылық шлаклардан болады. Ол не дегеніміз? Организмға біздер натура ауқатланудан, біздерде менталитет сондай, кеште ауыр ауқат жейміз. Бұл мәселен ауыр ауқатлар палау, манты, күртік деген ауқатлар кешкі 8-де 7-де жесеңіз, бұл ауыр ауқатлар 8-9 сағатта организмда сорылады екен. 8-9 сағатта олар парчаланып болады. Егерде сіз 8-де жеген болсаңыз, кешкі ауқатыңыз есеплап қараң, кешкі 9, 10, 11, 12,